Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін маңызды тақырып. Жалпы осы паникалық шабуылға қатысты видео шығарып едім. Көрермендердің арасында былай ықыласқа бөлінді десек болады. Себебі көп хаттар келе бастады. Қалай емделсем болады, невроз жайлы көп жазыңызшы деген. Шынымен инстаграмдағы дайректке хаттар келе бастады. Сол үшін осы видеоны түсіргенім жөн деп шештім. Жалпы невроз ол былай айта салатын тақырып емес, оны талай зерттедім, іздендім. Сол осы көлемді, күрделі тақырып болғандықтан, бұл тақырыпты мен 3-ке бөліп түсіремін деп шештім. Ең алдымен мен бірінші бөлімінде невроз деген не, паникалық шабуылдың белгілері, ең бастысы, 3 минуттың ішінде паникалық шабуылдан құтылу методикасын сізбен таныстырамын. Сонымен қоса невроздың пайда болуы, паникалық шабуылдың пайда болуының негізгі 3 себебімен таныстырамын. Сонымен қоса, оның түрлерін айта кетемін. Себебі невроздан емделу үшін оның белгілері, себебі қайдан пайда болды, осы ақпаратты білу маңызды. Өйткені ол 20-30% проблеманың шешімі. Адам проблеманың түбі, тамыры қайдан шығып жатқанын білсе, бұл көп нәрсені шешеді. Сол үшін 3 видео шығарамын. Бастапқы видеоларды міндетті түрде сіңіріп алыңыздар. Бәрін бірінен кейін бірінен шығарамын, иншаллах. Сол 3-ші видеода мен невроздан, паникалық шабуылдан емделу жолдары жайлы айтамын. Жалпы невроздың белгілері, паникалық шабуылдың белгілері жайлы айтайық. Мен алдыңғы видеоларымда да айтқан болатын, дегенмен қайталап өтейін. Оның белгілері: ең алдымен басыңыз айналады, жүрегіңіз тез-тез соға бастайды, тахикардия деп аталады. Көзіңіз қараңғы болып кетуі мүмкін, көзіңіздің алды. Үрей пайда болады, қазір мен өліп қаламын деген сезім пайда болады. Бұл паникалық шабуылдың белгілері. Жалпы осы жайлы әңгімелесек, ең алдымен сізге кеңес берерім: органикалық себептерін алып тастау керек. Органикалық себептер деген не? Яғни денеңізді, бүкіл организміңізді тексеруден өткізіңіз. Жүрегіңізді тексеріңіз, сонымен қоса темірді, қаныңыздың құрамындағы темірді міндетті түрде тексеріңіз. Қалқанша безін тексеріңіз, гормондарыңызды тексеріңіз. Мысалы, кейбір адамдардың қанының құрамында темір түсіп кетеді, немесе оның гормоны дұрыс емес болып жатады. Осының салдарынан ода ауа жетіспеушілік, жүрегінің тез-тез соғып кетуі, үрей деген сезімдер пайда болады. Ол адам невроздан емделіп жатады. Негізгі шын мәнінде ол, мысалы, темірдің жетіспеушілігінен, гормондарының дұрыс еместігінен ауыруы мүмкін. Бұл жерде міндетті түрде толығымен сіз денеңізді, организмді тексеруіңіз керек. Бұл өте маңызды. Екіншіден, осы тексерген, денеңізді тексергеніңіз, организміңізді тексергеніңіз сізге не береді? Ең алдымен сізге тыныштық береді. Кішкене уайымдағаныңыз басылады. Сіз, мысалы, білмейсіз қай жеріңіз ауырып тұр. Жүрегіңіз тарсылдай бастады. Сіз шошып кетесіз, мен өліп қалам, жүрегіме бір нәрсе болып кетті. Немесе басқа асқазаныңыз ауруы мүмкін. Мысалы, сізде паникалық шабуыл, үрей басталған кезде сіз қайта-қайта жүрегіңізді тексере бересіз. Давленияңызды өлшей бересіз, денеңізді тыңдай бересіз. Бұл невротиктердің белгісі. Сіз үрейлі адамсыз, сіз невротиксіз деген сөз. Сол осыны алдын алу үшін, яғни сіздің денеңіздегі үрейді азайту үшін міндетті түрде тексеріліңіз. Сіз тексерілген кезде, тексеріп болғаннан кейін, сізде кішкене тынышталасыз, яғни сіз сенімді боласыз. Бұл менде невроз, менің барлық жерім таза, бұл жай ғана невроз.
Бұл жай ғана невроз, адам невроздан өлмеген. Яғни мен өзімнің психикаммен, психология, мына мимен, өзімнің немелермен, установкалармен жұмыс істеу керек екендігімнің белгісі. Ал енді дәл қазір назар аударыңыздар, өте маңызды ақпарат. Осы паникалық шабуыл, жаңағы ауа жетіспеушілік, жүректің тез-тез соғуы, үрей, өліп қаламын деген сезімнің пайда болуын 3 минутта осы сезімнен құтылудың методикасын сізбен таныстырамын. Мен алдыңғы видеоларында айтқан болатым, мысалы, үрей пайда болса, одан давай, кел деп шақыру керек, ол методика бар. Бір адамдарға сол методика келеді. Ал бір адамдарға ол келмеуі мүмкін. Ол видеода міндетті түрде көріңіздер, паникалық шабуыл деген басқа видеомда. Дәл қазір назар аударыңыздар. Мысалы, сізде үрей, паникалық шабуылдың басталардың алдында назар аударсаңыздар, денеңізді тыңдап көрсеңіз, сізде бір 2-3 секунд бұрын соның алдында сізде үрей сезімі өте шықты, пайда болды. Сіз сол үрей сезімін сезін қалып, одан әрі сізде қорқыныш одан әрі ұлғая береді де, жаңағы бізге паникалық шабуылды алып келеді екен. Одан әрі оған күш береді, жаңағы паникалық шабуылға, жаңағы үрей. Ол үшін не істеу керек? Мысалы, сізде үрей сезімі пайда бола салысымен, сіз звондайсыз, сіз қоңырау шаласыз, сіз үйге қашып кетесіз, немесе досыңызды шақырасыз, досыңызға мен жанымда жүрші деп айтасыз. Бір реакция, іс-әрекет, қашу іс-әрекеті, тығылу іс-әрекеті, сіз бір пана іздейсіз, сондай іс-әрекет жасайсыз. Ал құтылу үшін сіз ешқандай іс-әрекет жасамаңыз. Жаңағы сізде үрей сезімі, жүрек қағыс сезімі келді ма? Күліңіз, мынау жай ғана менің организмім осында реакция беріп тұр ғой, деп еш нәрсе жасамай қойыңыз. Кетіп қалады, 3 минуттың ішінде кетіп қалады. Яғни сіз оған күш бермесеңіз, паникалық шабуыл сізден кетіп қалады. Бұл өте керемет методика. Сол маған, мысалы, осы методика әсер етті. Менде паникалық шабуыл болғанда міндетті түрде осы методиканы жасап көріңіз. Егер де қандай да бір пайдасын тигізіп жатса, сізден мен пікірлеріңізді күтемін. Жалпы невроздың, паникалық шабуылдың пайда болуының негізгі 3 себебі бар екен. 3 түрлі жолмен пайда болады. Ең бірінші реактивті, яғни өміріңізде бір өте маңызды жағдай, сіз үшін өте қайғылы жағдай болуы мүмкін. Сіз жақыныңыздан айырылуыңыз мүмкін, жұмысыңыздан банкрот болып қалуыңыз мүмкін. Осы реактивті, үлкен бір қысқа мерзімде бір реактивті түрде сіздің өміріңізге әсер етті. Бұл реактивті. Қазір толығымен айтамыз. Екіншісі ол орта мезгілді. Осы орта мезгілді себептер, мысалы, сіздің өміріңіздегі белгілі бір жағдай сізге ұнамайды. Сіздің жұмысыңыз ұнамауы мүмкін, немесе күйеуіңіз ұнамауы мүмкін, белгілі бір жағдай сізге ұнамайды. Қазір айтамыз. Және үшінші жағдай ол созылыңқы. Бұл өте қызықты. Созылыңқы, яғни сіз өмір бақи невротиксіз. Сіздің құрылымыңыз, сіздің тұлғалық структураңыз осындай невротик, сіз неврозсыз. Бұл жайлы мен бөлек видео шығарамын. Қазір осы 2 түрін айтып кетейік, 2 себебі жайлы. Ең бірінші реактивті реакция. Мысалға алатын болсақ, жаңағы айттым, жақыныңыз қайтыс болады, жұмысыңыздан айырыласыз, банкрот боласыз. Яғни сіздің өміріңізде депрессия пайда болады. Аяғыңыздың астындағы база жоқ болып кетеді. Сіз өмірде бір тірексіз, еш нәрсесіз қалдыңыз. Сіз қорқынышты, ары қарай жылжуға қорқынышты, ары қарай өмір сүруге қорқынышты. Оны мен суретпен көрсетейін. Мен енді ақ бет жоқ екен.
не? Бұл сіздің өмірге деген көз қарасыңыз. Бұл сіздің көзіңіз, көздеріңіз қарап тұрған. Мына жерде алатын болсақ, сіздің болашағыңыз. Сіздің болашағыңыз. Сіз сол болашағыңызды, мына жерде мысалы, сіздің күйеуіңіз болдық дейге, жігітіңіз, қызыңыз, немесе жақын адамыңыз. Сіз мына болашаққа, немесе жұмысыңыз дейге, мына жерде жұмыс салып қояйық. Сіз мына болашаққа, болашағыңызға барлық үмітіңізді мына адам арқылы көрдіңіз. Мына адам арқылы көрдіңіз. Немесе мына жұмыс арқылы көрдіңіз. Сонымен мына жұмыстан айырылып қалдыңыз, Құдай сақтасын. Мына адамнан айырылып қалдыңыз, Құдай сақтасын. Сізде өміріңізде сіз тірексіз қалдыңыз. Ары қарай қайда барарыңызды білмейсіз. Ары қарай қайда барарыңызды білмейсіз. Осы жерде сізде қорқыныш, өмір сүруге қорқыныш барлығы пайда болады. Осы жерде сізге не істеу керек? Негізгі қалыпты жағдай, сіз мына адам арқылы емес, әртүрлі мына жағдаймен, әртүрлі жағдайлар бар. Мынандай ситуациялар. Бұл невротик емес, қалыпты адамның жағдайы. Мен жақсы сурет салмаймын, бұрын жақсы сурет салатын. Қазір мән бермеңіз. Әртүрлі жағдайлар болу керек. Мына жұмыс болмаса, мына жұмыс, мына адам болмаса, басқа адам сияқты альтернативті жолдар болу керек қалыпты жағдайда. Сіз невротик болғандықтан тек қана сол нәрсеге тіреліп алдыңыз. Бұл сізді депрессияға алып келеді да, сізде паникалық шабуыл пайда болады. Жалпы осы жерде айта кететін жайт, ислам діні ең хақтың ғой, ислам діні хақтың барлығын Аллаға тапсыру керек. Адамдар бір нәрсені адамға сеніп алады, жұмысқа сеніп алады, Аллаға тапсыр. Яғни қайырлысы. Бұл адам болмаса, яғни бұл маған қайырлысы. Яғни ол менің адам емес. Бұл жұмыс болмаса, қайырлысы. Менің жұмысым емес. Яғни Алланың жазғаны маған басқа нәрсе. Маған, яғни одан да жақсы жұмыс кездеседі. Яғни одан да ақшасы көбірек жұмыс кездеседі деген сияқты. Ислам діні хақтың ғой, жалпы неврозды былай зерттей келе, неврозды оқыдым, мысалы шетелдік жазушылар, олар мұсылман емес қой, орыстың психологтары, психиатрлары былай исламға тіреп, исламды қатыстырып айтпайды. Дегенмен былай сөздерін былай бабына түбіне келсен, негізі барлық бұл невроздың емделуінің шешімі исламда жатыр. Яғни барлығын Аллаға тапсырып салу керек. Бұл жерде егерде адам мына адамға, жұмысқа ғана сенбей барлығын Аллаға тапсырса, яғни адамда кішкене база болады. Адамда бір сенім, тірек болады. Жалпы өзім де Құдайға шүкір исламға келгеннен кейін кішкене тыныштық таптым. Кішкене кәдімгі тыныштық таптым. Жүрегімде тыныштық, бұлай барлығын бұлай тапсыр қою деген сияқты. Сол келесі ол орта мезгілді ситуацияға біздің организміміздің, біздің вегетатикамыздың реакциясы. Мысалға алатын болсақ, сіздің жұмысыңыз, мысалы белгілі бір уақыттағы жұмысыңыз ұнамайды. Сол жұмыстан көңіліңізді аударту үшін сізде паникалық шабуыл басталады. Сіз жұмысыңыздан жаңағы ауруыңызға көңіліңізді аудартасыз. Немесе белгілі бір ситуация ұнамайды. Немесе күйеуіңіз, жігітіңіз, әйеліңіз ұнамайды. Кәдімгі өміріңіздегі әйтеу бір ситуация сізге мүлдем ұнамайды. Бірақ та сіз оны шешудің орнына, психологқа барып, немесе сол адаммен сөйлесудің, маған мына ұнамайды деп айтудың, жалпы сол проблемамен жұмыс істеудің орнына сіз одан қашасыз. Бірақ ол сізге ұнамайды. Сіз онымен енді өмір сүру сізге өте қиын. Енді сол ситуациядан қашу үшін сізде неме пайда болады? Паникалық шабуыл пайда болады. Сіз көңіліңізді жаңағы ситуациядан паникалық шабуылға, ауруыңызға аудартасыз. Бұл уақытша көңіліңізді аударту деп аталады. Бұл
орта мезгілді реакция. Орта мезгілді ситуацияға адамның реакциясы. Келесі ол созылыңқы мерзімді реакция. Ол жалпы адамның структурасы, адамның тұлғалық құрылымы невротик. Ол өте уайымшыл адам. Оның мінезінің бір бөлігі ретінде жаңағы невротиктің белгілері. Ол осындай қасиет, осындай уайымшылдықтың арқасында адамда паникалық шабуыл пайда болды. Бұл өте үлкен тақырып. Жалпы созылыңқы немесе невротиктардың құрылымы, невротиктарға тән қасиет, оның уайымшылдығы, қасиеттері, жалпы тұлғалық қандай белгілері бар, соны қарастырамыз. Өйткені білу маңызды. Адам қалай емделе алады? Адам сол нәрсені білгенде ғана, соны былай түсінгенде ғана, өзіне саморефлексия жасай алады, өзін түсіне бастайды, мен мына жерде былай жасадым деп. Сол үшін ол видео невротик болсаңыз маңызды. Міндетті түрде көріңіздер, екінші бөлім паникалық шабуыл ВСД деп жазылып тұрады. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездесейік. Иншаллах.